Мен Болатхан Данияр, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Талды ауылының тумасымын, 11 сынып оқушымын. Менің ең бірінші алып отырған тақырыбым ана сүті ақталмағанды ешкім мақтамайды. Қылыш тілім жарсапта, демеу берген сан сынаққа сынсақта, аналарды ең ұлы деп айтар ем, ұлыларды көтергесін құрсақта. Алдыңда біз өмір бойы кішіміз, қанша жерден биік шыңда тұрсақта. Сен ойлаумен атып еді әр таңы, жылы сөзі баласының қалқаны. Әппақ сүтін ақтамасаң анаңның, елің қалай саған үміт артады. Жағдайы болса дағы дөп қиын, деп жүреді сабағыңды реттейін. Аналарды құрметтеуді білмесең, ақын болып туғаныңда көп тиын, әкім болып тұрғаныңда көп тиын. Ақылыңды қылған іске қазы қыл, жүрегіңнің толған атын сазы қыл. Халқың саған разы болсын деп жатсаң, ең алдымен аналарды разы қыл. Байлық мансап атақпенен шекпенің, осы жанның арқасында жеткенің. Сондықтан да қызмет қыл жығылып, көңіліңнің әкеліп бер көктемін. Анаңыздың әппақ сүтін ақтада, әкеңіздің беске оқы мектебін. Үгілетін кезі болар тастыңда, айдар сөзді құрдастарым растыңда. Жұмақ көкті болған менен кіл тоның, аналардың табанының астында. Жұмақ көкті болған менен кіл тоның, аналардың табанының астында.